Баршаның әселем достар, сен бірге мен айрылсыздар. Бүгін мен байды бағасайтын боламын. Және достар, осы видеоға лайк басып, анаға тіркеп колокольчик басыңдар. Мен келешек активке қарап желанием ашып кетсеңсіңдер, осы видеоға бір 20 лайк жинайсыңдар деп ойдам. Енді сіздер комментарияға мотивация беретін комментария жазып кетіңдер. Бүгін мен қандай видео түсіремін? Бүгін яғни ремикс античит, яғни өзгерткен айтатын болайын. Жаңа античит қосқан серверге қандай десеңдер, типа читактар сразу ұшатын болса, немесе қатты кіретін болса, немесе тез жүгіретін болса, оларды сразу кикнуть жібереді екен. Яғни олар типа 5 чит ойнайтындарға да болады екен. Яғни типа кейбіреулер пинг болып қалса шығарып жібереді. Енді сол жағы минус болып тұрған былай читактар жағына, читактар шығарып жіберетін. Ол үлкен плюс. Енді Greenmix мой лучший, нетіп кеттім, Greenmix топовый сервер, шын айтқанда. Енді лайк басыларына тіркеп колокольчик басыңдар. Енді бұл видеодағы скиллыма мән бермеңдер, өйткені мен бұл видеоны түнге қаратай сағат 11-12-де етайсың. Енді лайк басып анаға тіркеліңдер. Енді менде пинг болсын өт, арасында пинг болып қалады. Сондықтан кейбір видео сұрамай, маған кик беріп тастаған болатын. Видео сұрамай қалғанда еще кик беріп тастайды маған. Тағы бір айтқым келген нәрсе, менде запись экранда қатады. Яғни запись экран бар ғой, типа системный запись болады, сода қатады. Яғни типа запись экранмен видео түсірем, типа недандай системный запись беріп, Майнкрафтында естіліп отыру үшін, типа видео ұрламағаныма дәлел ретінде. Енді сіздер түсінесіздер, өйтам, түсінген орындар түсінеді. Енді басқа нетем, әрі қарай видеоны музыкамен және де ускорениемен көремендер. Давайте видеоны соңына дейін көрейік. Мен бұл жерге тайм-код жасырып қоямын. Сол жерге сіздер, сол жерден қарап, любой жерге жасырып қоямын. И соны тапқан адамға мен 5000 коин берем. Ал тайм-кодта бендеше. Давайте. Тағы да бір-екі нәрсені айтып өтіп кеттім. Бұл видеодағы премиум, яғни фендимен жеңілдігі, яғни олар маған ойнауға осы аккаунтты берген, яғни видео түсіруге ойнауға осы аккаунтты берген. Енді сіздер осы үшін лайк басыңдар. Және де менде запись экранымен видео түсірген кезде менде памяті көп болады. Яғни бір минуттық видеоның өзі 180 мегабайт, ал осы видеоның негізінен 9-10 минут түсірдім. Ал яғни бұл 1 гигабайт 500 мегабайт алып тұр. Енді сіздер осын еңбекке лайк басып отырыңдар. Енді ал видеоны көре бер, тайм-код тап.